Сәлем, мен Джон Кехамын. Бұл видеода мен алғыс айтудың құпия күші мен адам өмірін өзгертудегі ықпалы туралы айтқым келеді. Көп адамдар алғыс айту мен ризашылықтың ең мықты энергияның вибрациясы екенін ұғына бермейді. Күнделікті өмірде алғыс айтатын көп жағдайлар кездеседі. Бірақ біз оны байқай бермейміз. Мен адамдардан көбіне менің басымда осыншама проблемалар бар, менің алғыс айтатын ештеңем жоқ деген сөздерді жиі естимін. Рас па? Сізде шынымен алғыс айтатын ештеңе жоқ па? Егер сіз күнделікті өмірде қарапайым нәрсеге алғыс айта алмасаңыз, онда сіз өмірде адасып жүрсіз. Яғни сіз өз проблемаңызға жабысып алып, өмірдегі бақытыңызды жоғалтып алғансыз. Алғыс айту сіздің өміріңізге үлкен пайда алып келеді. Сізге бір кішкентай құпияны айтайын. Сіз неге алғыс айтсаңыз, сол нәрсе үлкейеді. Иә, егер сіз өзіңізде тап қазір бар ақшаға алғыс айтсаңыз, сізге одан да көп ақша келеді. Егер сіз денсаулығыңызға алғыс айтсаңыз, денсаулығыңыз одан да мықты бола бастайды. Егер сіз өміріңіздегі бар махаббат пен достық үшін алғыс айтсаңыз, ол нәрсе одан да нығая түседі. Сонымен қоса, алғыс айту көңіл күйіңізді көтереді. Өміріңізге жетістіктің вибрациясын тартады. Сондықтан алғыс айту техникасын күнделікті тірлікте жиі қолданып отыру керек. Сонда неден бастаймыз деп айтуыңыз мүмкін. Таңертең ұйқыдан тұрғаннан бастаңыз. Иә, таңертең тіс тазалап жатып, тіс пастаңыздың барына рахмет айтыңыз. Қойшы, Джон, күлкімді келтірмеш. Әрине тіс пастам бар, бірақ оның несіне алғыс айтамын деуіңіз мүмкін. Егер сіз неге алғыс айтарыңызды білмесеңіз, осыдан бастаңыз. Иә, сіз тіс пастаңыздың барына, жататын төсегіңіздің барына, денсаулығыңызға, достарыңызға, отбасыңыздың барына алғыс айтсаңыз, сіз табиғаттың кереметтігін көре алып, күнделікті айналаңызға ризашылық көңілмен қарай бастасаңыз, оның бәрі үлкейе береді. Ал өзіңіздің ішкі әлеміңіз тыныштанып, көңіл күйіңіздің көтеріліп, айналаңыздың гармонияға толып, шаттыққа кенеле бастағанын, өміріңіздің жақсы арнаға бет алғанын сезіне бастайсыз. Тап қазір мен сізбен челлендж өткізгім келеді. Күніне минимум 3 нәрсеге алғыс айтыңыз. Күніне 3 рет алғыс айтып бастасаңыз, сіздің өміріңізде бұл әдетке айналады. Содан кейін одан да көп нәрсеге алғыс айтуға болатын себептер пайда бола бастайды. Ал содан кейін не болатынын білесіз бе? Алғыс айту сіздің өміріңізге керек бақытты, байлықты, жетістікті тартатын энергияның көзі болады. Сіздің қалауыңыз осы емес пе? Иә? Бақыт, байлық, мақсатқа толы, мәнге толы өмір. Ендеше тап қазірден бастаңыз. Мысалы, сізге алғыс айтудың құпиясы мен ризашылықтың қуатты күші туралы баяндалған осы видеоға алғыс айта кетіңіз.